Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Сырники жасайтын боламыз. Өте дәмді, дәмі ерекше. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеоның соңына дейін қараңыз. 300 грамм творогқа сүзбеге бір жұмыртқа салып, осылай блендермен араластырамыз. Осындай қаймақ тәріздес болу керек. Қант саламыз, қалауларыңызша. Мен қантты тәттіні жақсы көремін, сондықтан 3-4 қасық салдым. 2 ас қасық ұн салып, осылай араластырамыз. Бір келкі масса болғанша. Бір келкі масса болды. Енді ұнымызды осылай сеуіп алып, қолымызға формасын жасайтын боламыз. Сырникидің домалақтатып, осылай бір келкі көлемге келтіріп аламыз. Мен жұқалау қылып жасаймын, себебі тез піседі, әрі жегенге де жақсы, ыңғайлы. Осылай барлығын дайындап алдым. Қызып тұрған табамызға қолдың сарымайын қолдандым. Өте дәмді болып шығады, сондықтан осылай ерітіп алдым да. Барлық сырникилерді қойып пісіруге қалдырдым. Қақпағын жауып, осылай пісіресіздер. 2 шеті қызарса, ол піскен деген сөз. Міне бізде сырники дайын, өте дәмді, керемет шықты. Жасап көріңіздер. Ас болсын.